жалғастырамыз. Енді шаршы алаңда талай қарсыласын шаңғақтырған боксшы Қанат Ислам туралы бірер сөз. Бұл кәсіпқой бокста қазақтың абыройын асқақтатып жүрген мақтанышымыз Қанат Ислам. 2012 жылдан бері 69-70 келі салмақ дәрежесінде кәсіби бокста 18 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жетті. 15 қарсыласын есінен тандырып, нокаутпен ұтты. Бұлғары қолғап шебері осы қарқынынан таймай, алдағы кездесулерде тағы да жеңіс тұғырынан көріну үшін қызу дайындықта. Биыл менде шын айтқанда 2015 жыл бір, Алла бұйырса бір үлкен жыл болайын деп тұр. Өйткені менде қазір осы 19-шы кездесу Алла бұйырса наурыздың ортасында болады. Қазір мендегі дайындық соған. Биыл менде бір кем дегенде 4, болмаса 5 кездесу өткізуге жоспар бар. Шетелде атой салып жүрген кәсіби боксшы Астана президенттік спорт клубының құрамына кірсем деген мақсатпен атамекенге ат басын бұрған еді. Алайда бірнеше айдан бері бұл шаруа аяқталар емес. Басты себеп Қанат Исламның промоутерлерімен Астана президенттік спорт клубы өзара нақты келісімге келмеген. Бұдан ары менде күтетін уақыт жоқ. Шаршы алаңға шығып өнер көрсетуім керек дейді Бұлғары қолғап шебері. Бір қызығы, боксшыны шетелдік клубтар өз құрамына шақырған, ал Қанат бұл ұсыныстардың барлығынан бас тартыпты. Өйткені тек өз еліндегі клубтың құрамында болуды азаматтық парыз санайды. Менде қазір өзімнің тұжырым, WBA тұжырымында мен 5-ші орында тұрмын. Қазір маған 5-ші орынға шығуға мүмкіндік бар. Сол үшін ары қарай 5-ке кірсем, ары қарай чемпиондық атаққа таласуға маған бір табан жақындаймын. Ел абыройы үшін мұхит асқан спортшыға тек сәттілік тілейміз. Қанат Исламның алар асуы әлі алда дейді бокс мамандары. Осы сөзге біз де сенім артып, ел байрағын желбіретуге беруіне тек тілектеспіз.